Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен Пифагор кестесі бойынша өзімізге толық талдауды қалай жасаймыз, соның жүйесімен бөлісетін боламын. Осы күнге дейін мен сіздермен Пифагор кестесі бойынша барлық ақпаратпен түгелімен бөлісіп шықтым. Енді соны қалай қолданамыз, соны үйренетін боламыз. Ең бірінші, өзіңіздің туған күніңіз бойынша өзіңіздің толық психоматрицаңызды құрастыру қажет болады. Психоматрицаны құрастырудың үлгісі бойынша толық видео YouTube желісінде салынды. Сол видео бойынша өзіңіздің психоматрицаңызды құрастырып шығыңыз. Екінші, психоматрицадағы сандардың мағынасыменен толық танысып шығу керек болады. Ол туралы ақпарат Instagram желісінде берілген. Психоматрица бойынша өзіңіздің сандарыңызды қарайсыз. Ол жерде әрбір санның мағынасы, плюсы мен минусы және қалай жұмыс жасау керек ұсыныстар берілген. Егер сіздің қабілеттеріңіз минуста дамыған болса, оны міндетті түрде плюске шығару керек. Оны қалай плюске шығарасыз, ол туралы ұсыныстар берілген. Сол ұсыныстар бойынша өзіңізбен жұмыс жасау қажет болады. Сондай-ақ, психоматрицадағы сандар тек жекелей ғана емес, топтасып маңызды 8 секторды құрайды. 8 сектор туралы толық ақпарат YouTube желісінде берілген. Сол YouTube желісіндегі видеоға өтіп, өзіңіздің сандарыңызды мұқият тыңдап шығыңыз, және ол жердегі ұсыныстар бойынша өзіңізбен жұмыс жасау қажет болады. Сонымен қоса, психоматрицада ата-бабадан берілген кармалық кодтар болады. Ол туралы ақпарат Instagram желісінде берілген. Яғни ер адам кармасы, әйел адам кармасы. Егер осы карманы білдіретін кодтар сізде болатын болса, міндетті түрде видеомен мұқият танысып шығып, өзіңізбен жұмыс жасау қажет болады. Егер сіз осы айтылған жүйе бойынша жұмыс жасайтын болсаңыз, нумерологияның бір түрі Пифагор кестесі бойынша өзіңізге өз бетіңізше тегін толық талдау жасаған болып есептелесіз. Ал сіздерге сәттілік!